Şirketteki bağlarımızı birlikte çekip sağlam. Ал құрметті Шымкент қаласының тұрғындары және қонақтары, Алла Тағаланың қалауымен мына бүгінгі Рамазан айындағы Шымкент қаласы әкімшілігімен бірге Жаннатул Фирдауси қорының және мына Мейірім қоры бар, бәрі бірлесіп осы қаламыздың ішінде жастарменен бірлесіп бір кішігірім тазалық жұмыстарын жүргізуге ниет етіп отыр. Аллаға шүкір, қаламыз бұрынғыдан да әсемденіп көркем болып келе жатыр. Құдайға шүкір. Сонда да мына жастарға бір үлгі өнеге болу үшін, жастарымыз болашақ елдің азаматтары болуына бір кішігірім болса да себеп бола ма деген үмітпен жасалып жатқан бір жиын болып жатыр. Алғысымызды білдіріп, бір қошеметтеп қояйық. Үлкен демеулік жасады. Алай бәрекелді. Рухани сұрақтар көп. Бүгін қай күн? Кім айтты жұма деп? Дұрыс емес. Қасиетті жұма. Дұрыс айтты, молодец. Мына балаға беріңдер. Қасиетті жұма. Алла Тағала не деді біздерге? Молодец! Жұма намаз оқыңдар деді. Міне, ана қызылдағы. Алла разы болсын. Ата-аналарымызды қуантып жүреміз ба? Бар болса, Құдайға шүкір. Тек қана ата-анасын ғана қуантып емес, елді де қуантатын ұлдар, қыздар болып өсіп шығуды Алла нәсіп еткен болсын. Аумин. Аллаху акбар. Бисмилла, әулие себепкер, ауыздағы 30 қызыл тілге көмек бер. Өзін-өзі күндейді, жақынынан жалғанмын дейді. Ол арсыздық белгісі. Ұят сықпай, ойланбай, қойдегенге тіл алмай, іс қылмай ма? Жылдан жылға иманды жастар ата-анасын қуантатын, үлкендерді қуантатын, жағын байқап жүретін, бірін-бірін демейтін жастарымыз көбейе берсін. Онсызда да Аллаға шүкір, анасын қуантып атқан, әкесін қуантып атқан жастарымыз аз емес, көбейіп келе жатыр. Соның бәрі осы үлкен қариялардың өсиеті, ұстаздардың еңбегі, мұғалімдеріміздің берген білімі деген сияқты жақсы істердің себебімен болып жатыр. Алла разы болсын. Келесі Рамазанға аман-есен жетуге Құдай нәсіп еткен болсын. Аумин. Аллаху акбар. Şonda iyelengen Daraşım kımıldasa Telinizde sakın ağa şöyle kesekşin Күні ертең бәріңізге Сарыағашқа рухани саяхат Ал ауыз ашатын уақыт болды ма? Мерекеміз жалғасады. Рахмет баршаңызға. Игі жақсылар, жақсы жайсаңдар. Үшінші мегаполис, шырайлы шымғаламызда шын сүйетін, жүрегінде иманы бар, ерік жүрегі жігері тасып тұрған патриот жастарымыз және құрметті қонақтарымыз бүгінгі акцияға қош келдіңіздер деп, сіздердің құрметтеріңізге бір қошеметтеп қойыңызшы. Осы шапалақ сіздердің құрметтеріңізге. Ал енді бүгін Жаннатул Фирдауси қайырымдылық қоры ұйымдастыруымен және Жаннатул Фирдауси қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен жасалып жатқан осы акцияға баршаңыз қош келдіңіздер. Алланың нұры жаусын. Баршаңызды қасиетті айлардың сұлтаны болған Рамазан айымен шын жүректен баршаңызды құттықтаймын ағайын. Рамазан айындағы дұға тілектеріңіз, ғибадат құлшылықтарыңыз қабыл болсын. 30 күн оразасы қабыл болған құлдардың қатарына болу баршамызға нәсіп етсін. Ал енді құрметті жастар, құрметті игі жақсылар, бүгін
4 командаға бөлініп, осы қиял әлеміне жақын жердегі радиустағы көшелерді тазалау біздерге міндеттеліп отыр. Әрине бұны жалданып, немесе ақша үшін келіп отқан жоқ. Осы сүйікті қаланы құрметтеген үшін келіп отыр жастар. Олай болса, 4 командаға бөлінейік. 4 команданың атауы: біріншісі Мұнтаз, екіншісі Мөлдір, үшіншісі Шырайлы, төртіншісі Көркем. Міне осы әр команданың өзін қазір 3-ке бөлеміз, солай ма? 4-ке бөлеміз. Әр команданың өзін 4-ке бөлеміз. Бірінші Шырайлым ба? Неше адам? Уақыт болды, уақыт болды. Сағат 5 болды, 4-ке шақырғанбыз. Сағат 5 болды. Енді шын түсетін қаланың жанашырлары келді. Біздің Жанатыл Фердауси қайылым қорынан 4 жігіт келсін ортаға. 4 жігіт келсін. 4 жігітке жаңағы әр команда. Шырайлым қайда? Шырайлым, бісміллә, мына жаққа. Бірінші мына ағаңыздың жанына келіңіздер. Иә. Ондай емес па? Шырайлым бөліп бөттік дейді ғой? Шырайлым келіңіздер. Мөлдір командасы қайда? Мөлдір. Екінші команда, Мөлдір командасы қайда? Сіздер ма? Сіздер ма ағаңыз жанына келіңіздер? Екінші команда. Келіңіздер. Артыр өбіңіздер сіздер. Сәл артыр өбіңіздер. Келіңіздер ма? Екінші ағаңыздың жанына келіп тұрыңыздар. Мөлдір командасы. Міне, бері. Қарындас, міне. Бақытжан ағаларыңыз қасына. Ай, не аз болып қалған бұл команда? Енді келе ма жолдан? Мөлдір ма? Келіңдер, қосылыңдар мына жаққа. Келесі команда Шырайлым командасы. Сіздер Шырайлымды айтып қойдық. Біріншісі біз кім? Жоқ, Шырайлым. Мұнтаз командасы кім? Мұнтаз командасы, міне, мына жаққа келіңіздер. Қыздар төбесін, жастар төбеңдер. Тек адам ауыссын, не? Шөлеге. Міне, Мұнтаз командасы. Солай ма? Мұнтаз, Шырайлым, Мөлдір және Көркем. Көркем тойханасы, тойханасы командасы. Кешке заказым бар Көркемді. Жақын тұрыңыздар. Ал. Кім команда қандай? Мұнтаз, берға келіңіздер. Мұнтаз. Бекежан, артыңыз. Мұнтаз, қол көтерсін, Мұнтаз. Бер жақындаңыздар, Мұнтаз, бер жақындаңыздар. Көркем. Раз, два, три. 9? Мәссаған. 6-1. 9-тан келген ба? 9-тан соғысқа келдіңіздер ма? Келіңіздер. Сіздерді 4 командаға бөлеміз қазір. Мынау жастарға бас көз болыңыздар. Неше адамсыздар? Так, 4 адамнан қазір 5 адамнан бөліңіздерші. 5 өден. Сіздер так, 4 кісіден бөліңіздерші, 4 өден. Анау бірінші командаға 4 кісі. 4 өден. Мына жаққа, 4 мына жаққа, 4 мына жаққа, 4 ар жаққа. Келіңіздер. Сәл артта өңіздер, Бекжан. Сәл тағы да, анау охранник ағаларының қасына тұрыңыздаршы. Келіп бе, анау. Төрттен бөлініп алыңыздар. Ай, мына коляскамен ағып жүр. Коляскамен жүр, жинайсыздар ма?
Ha, болды. Ешқандай өкпе жоқ. Ниет қой бұл жерде. Жинамасаңыздар да просто сөйтіп жүре беріңіздер. Иә. Сөйтіп жүре беріңіздер. Төртеуіңіз бірінші командаға. Енді екінші командаға төрт, бір коляска. Екінші командаға. Әрдегі бір коляскадан. Иә, біз жинаймай бізге коляска керек. Иә. Келіңіздер. Жамағаттар келіңіздер, жамағаттар. Сіздер де командаға бөлініп алыңыздар. Сіздер командаңыз Мұнтаз сәл былай қарай. Бір-екі метр былай қарай. Араласып кетіп отыр. О, болды, әдем. Ай, бәрекелді. Шөлеге, сәл ары. Сәл ары. Сіздер мына жақтасыздар ма? Жақын тұрыңыздар. Mana bo'ldi, mana әдем болды. Жамағатты бөлеміз ба? Жамағатты. Неше адамсыздар? 8 адам ба? 2 бөліп бөліңіздер. 2 адам мына командаға, 2 адам мына командаға, 2 адам мына командаға. Бөр жеймі? Бөлініп бөліп дейді. Онда бір команда. Бір-екі. Вот это уже дочь. Қанекей. Қазақ қатысасыздар ма? Он адам болады. Келе ма? Болды. Онда 10 адам болып сіздер. Болды. Онда мына бір команда. Құрметті командалар, қазір сіздерді осы әр 4-ке бөлінгеннің өзін 3-ке бөледі қазір. 4-ке немесе 3-ке бөледі. Неге? Өйткені топырлап жүрмес үшін бір жерде. Енді мусор бір жерде жатпайды ғой, қоқыстар. Әр жерде жатады. Сондықтан 4-ке 5-ке бөледі капитан командаларыңыз. Жасылер қатыса ма? Келіңіздер, жақындаңыздар, жасылер. Негізі осы кісілердің соңынан еру керек, біледі қай жерде не жатқанын. Сигнал береді бұл кісілерге, мұсырлардың өзі сигнал береді. Иә, араласыңда. Келіңіздер. Жасыл ел, сіздер 3-3-өлден бөлініңіздер, 3-3-өлден. Біреу, екеу, 3-4, 5, 6, 7. Как раз мұны. 3 кісі мұна жақа, 3 кісі мұна жақа, 3 кісі мұна жақа, 3 кісі ар жақа. 3-3-өлден бөлініңіздер, өтінше. Өткені сіздер бар ғой, нағыз мамансыздар да, Ona balдар bilmeyip koyun sen. Yürütüp жүріңіздер, жарай ма? Мына 3 кісі бір жаққа, 3 кісі ана жаққа. 3 кісі мына жаққа. Шет командаға 3 кісі. Келіңіздер. 3 кісі ана ара командаға. Үш кісі мына жаққа өтіңіздер. Өтіңіздер. Так, сіздер жақтан бір адам. Жасыл ел, бір адам мына жаққа өтіңіздер. Bir adam, iya. Bir adam yapmadığınızdır. Casıl elden bir adam. Siz var? Nekten bir adam ne kadar tutuş? Yek adam ne kadar tutsun. Sonra nacakta yekiyor, nacakta yekiyor. Casıl el, yek adam buna gamada. Yek adam, casıl elden. Casıl elden yek adam yapsın, yek adam kalsın hocam. Oldu dostlar, oldu adam. Oldu, bana yektir sol. Rahmet ağabeyim. Так, енді тексті. Бізге ек өркен. Так, бұл тазым ба сіздерді? Мына жақтыңызды. Қойдық қанша сағат? Келіңіздер. Мына жағы финал. Сіздер қанша өтті?
Ana kişileri kim dedi bak? Bu kişiler. Size katılsınlar mı? Katılsınlar mı? Kaldınız mı? Böldü, adem böldü. Al, жақсылап тізімдерді алыңыздар, жақсылап бөлініп алыңыздар. Қазір санау сәттен кейін эстафетамызды бастаймыз. Қаптар беріш, қаптарда. Ең көп қап жинаған командаға сыйлығымыз бар. Одан кейін осында сағат 6:30-да жиналамыз. Қаптарды өшігіп қоймын. Қаптарды өшігіп білесіздер. Жинаған қаптарды сағат 6:30-да өшігіп жиналамыз бәріміз. Ровно 6:30-да жиналамыздар. Одан кейін сұрақ жауабымыз бар. Команда болып ойын ойнаймыз. Одан кейін ауызашарымыз бар. Одан кейін мынау карусель бар ғой. Обозрение. Соған мінеміз бәріміз. Ұтқандар. Ұтқандар, айналдырып тұрсыңдар соны. Қолтарың менен отырсыңдар, тоғын өшіп қоямыз. Так что, отырмаға тұрсыңдар. Танаспа. Мына жаққа, шапа, мына жаққа тұрсың. Мына жақта кісілерге жетпей қалмасын. Әкел. Бола берсін, іште болсын, иә. Бірге болсын. Иә, құмыр сақса болса қайта. Қаламаңдар, тез. Жаңа. Мен қос бергендер, кетпеңдер, тұрыңдар өші. Оны білесіз, бақ, капитан командалар, старшылар, Жанатын Фердоси Хайымды қойының жүйті шөлеге өрігі. Тыңдаңыздар, қанша қап жинағандарыңызды бізге ашып бересіздер ма? Қанша қап жинадыңыз? Сол қаппайыз есебін бересіздер. Қанша қап жинадыңыздар? Есебін бересіздер, бауыржан. Бекжан. Бекжан, құлақ тас керем Бекжан. Құлағынан айырды Бекжан. Бекжан, қанша қап жинадыңдар? Соны жазып бересіздер. Қаптарда сол әр ауланың мұзғы жүрегінің кәмпелері қасып бересіздер, жарай ма? Ана балдар кім балдар? Ана кішкентай балдардың ата-анасы бар ма? Жауап тұрпасын ана. Енді мұсырабез алдарыңыздар емей? Ана балдар кім балдары? Ата-аналар, балдарыңызға емаңыздар, өтініш. Қалаға таппағансыздар өзі? Магазинге күртеді ме, соңғы таппағансыздар? Кішкентай балдар кем деп берді? Кім балдар ма? Бар ма? Ата-аналар бар ма? Балдар неге балдар ма? Қане ата-аналар? Қасынан заманда ата-аналар ма? Біразыл. Көді, қалыс. Адамаза. Үш команда. Бекжан, қаша команда? Үш команда. Ана кішкентай бүлдіршіндерге ата-аналар өздеріңіз жауаптысыздар. Ескеріңіздер соны. Таста жібермеңдер. Karşıdan
Aleyküm. Geçiniz. Batağınızı veriniz. Bir safar kılıp, safar kılıp. Kaptanımız helal olsun. Sırta anlamasın, işi tanımasın. Batağınızı veriniz. Bismillah. Ben buna ocak sekende tazı ekin. Buna mikrofon tazı ekin. Bağanan bir kıynalı bolamız. Al hürmetli jastlar, hürmetli erkekler, hürmetli jigitler, kızlar, cemaat, ata-analar, studentler, mına sahna törüne ulag'at ustozimizni, Arslan ustozimizni chaqirdik. Batasını bersin. Mına batamen her birisi Қазақ batamen бастаған. Sonuçta bata bolu armas deydi. Olsa ustozimizin batasını alıp bәріміз қаламыздың тазалығына аттанайық. Al, ayıslar mı? Al, қолдан жеңдер, әмин. Бірші, қайда, жәме қойды, жәме қойды. Ассалаумағалейкум. Құрметті үлкендеріміз, кішілеріміз, бір 2-3 минут уақыттарыңызды алып, бірінші ниетімізді жаңартып, Алланың разы үшін қаламызды тазалайық деген ниетпен шығайық. Сосын екі мәселе айта кетейін. Бірінші, мына шетелде оқуда жүрген кезде тамақ жейтін асханаларда мынандай жазулар жазып қоятын. 3 ауыз сөз жазып қоятын тұғын. Жақсылықты әрбір адам жасайды. Жақсылыққа жамандықты нашар адам жасайды. Жамандыққа жақсылықты ер адам ғана жасайды деген. Бұл жерде ер адам деп еркектерді ғана айтып тұрған жоқ. Небір әйелдер бар. Мысалға, жамандық жасағандар кешіре білетін, оларға жақсылық жасай алатын ер мінезді әйелдер бар. Сондықтан сондай біреулер мұсыр қоқыс тастап жатса, біз жинай береміз. Оған ренжімейміз, біз жинай береміз. Соған қарай Алла сауап береді. Өмір жасы ұзақ қылу мүмкін, дені сау қылу мүмкін, ризығын кең қылу мүмкін. Алла Тағала рахым мейірім түседі. Ол бір. Енді екінші мәселе, мына әсіресе ұлдар. Ой, ұлдар. Екінші мәселе мынандай. Мына біздің басып тұрған жерімізді, анау тауларымызды, анау өзен көлдерімізді кезінде жаулардан кім қорғады? Кімнің ата-бабасы қорғады? Біздің ата-бабамыз қорғаған болатын. Сол ата-бабамыз қорғап, осыншама ел жер тастап кеткен. Біз енді соны ластайтын емес, керісінше қандай адамдарымыз? Тазалайтын адамдарымыз біз. Сондықтан Аллаға шүкір, еліміз, жеріміз кең, бар, байтақ, бай қуатты. Енді біз соны таза ұстап, кейінгі жастарға үлгі өнеге бола алсақ деген мақсатта құрылып жатыр. Сосын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынандай сөзі бар. Күн батқаннан кейін кішкентай балдар ата-анасының рұқсатынсыз көшеге шықпасын деген хадис бар. Көшеге кішкентай балдар күн батқаннан кейін себепсіз шықпасын деген хадис бар. Не үшін десе, кішкентай балдар ойнап жүріп, ана қоқыстың үстін баса беретін болса, не болайын деп тұр? Жаман болайын деп тұр. Күн батқаннан кейін қоқысты басуға болмайды. Сондықтан біз осы елде өсіп келе жатқан кішкентай ұлдар, қыздарымыздың дені сау болу үшін, жаман нәрседен аулақ болу үшін тазалап қоятын болсақ, таза жерге ойнайтын болса, ешқандай қиыншылық, жаманшылық болмайды екен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Раббым, мына Рамазанға жеткізгеніңе шүкірлер айтамыз. Осы Рамазанға жете алмай өткен оның мұсылмандарымызға рахметін алғайсың. Құдай Тағала мынау кішкентай болса да жерімізді тазалаймын деп ниеттеніп келіп отқан мына үлкендеріміз, жастарымыз, ұлдар, қыздарымыздың Алла ниетін, тілегін, дұғасын қабыл ет. Өмір жастарын ұзақ ет. Құдай Тағала осы жастарымыз парасатты болуын, ақылды болуын, мына елімізге ертеңгі үлкен үлес қосатын, иманды, білімді азаматтар болып шығуын Алла Тағала өзің нәсіп ете көр. Құдай Тағала біздің еліміздің еңсесін биік қыл, елімізді сыртқы жаудан, ішкі даудан өзің аман сақтай көр. Бір-бірін батырым дейтін,
бірін-бірін бауырым дейтін иманды ұл қыздардың көп шығуын нәсіп ете көр. Міне Аллаға шүкір, ата-анасын қуантып жүрген жастар бар, бауырларын қуантып жүрген інілері бар. Құдайға шүкір, қиналып жатқан, жылап жатқандарды сүйіп, жылап жатқандарды жұбатып, қуантып жүрген жастарымыз көбейіп келе жатыр. Құдай тағалам бұдан кейін де бірін-біріне қарайласатын, бірін-бірін бауырым деп құшақтасып шынымен қызмет қылатын ұлдар қыздардың көп шығуын Алла тағала нәсіп еткен болсын. Амин. Аллаху акбар. Ал бисмилlah. Рахмет. Анаге Алла разы болсын. Алла разы болсын. Арыстан ұстазымызға. Ал, дайынбыз ба? Аллағаптан тиді ма бір-бірінен? Қарағаптан, Аллағап. Қарағап. Іші болсын толағап. Ақыл қайда шақырасың. Ал, білесіңдер ма қала қарай жүру керек екенін? Ал, адасып қалмай, аман есен, 6:30-да, 18:30-да бос жерде жолығамыз. Ары қарай мерекеміз бар, сыйлықтарымыз бар, ұмытып кетпеңіздер. Сыйлықтарымыз бар, призтеріміз бар, ойындарымыз бар. Бүгін кешімізді көңілді өткізейік, Құдай қаласа. Ал, елге қызметті бастайық. Шырайлы шымаланы шын сүйетін жастар. Алға! Мен өзім таныстырып кететін болсам, Шотаев Мақсұт Бақытжанұлымын. Мен осы Шымкент қаласының тұрғынымын, әрден Жаннатул Фирдаус қайырымдылық қорының қызметкерімін. Бүгін Алланың қалауымен Шымкент қаласының әкімдігімен Жаннатул Фирдаус қайырымдылық қоры ұйымдастырған шын қаламды шын сүйем атты акциямызға, тазалық акциямызға келіп отырмыз. Қайырлы күн, құрметті достар. Менің есімім Мұхален Өтеген, Еркінұлы. Мен Абицина еріктілер жастар қатарының бір мүшесі болам. Бүгін шырайлы шымаланы шын сүйем атты тазалық акциясына біз ерікті ретінде келіп отырмыз. Менің келу мақсатым қаланың тазалығы және де жастарға берер үлгі болар аға ретінде қарайтындай қаламызды тазалық ретінде сақтау үшін келіп отырмыз. Мен шырайлы командасының мүшесі. Біздің мүшемізде 10 адам бар. 10 адам 34 қап мұсыр жинадық. Қаламыздың тазалығына атсалыстық деп ойлаймыз. Ордаман ағамызға Алла разы болсын. Және Ансар Груп компаниясына, Тебус автопаркіне, Нұртау компаниясына және Юкшинторг компаниясына алғысымызды білдіріп бір қошеметтеп қояйық. Үлкен демеулік жасады. Ал енді құрметті командалар, бағанағы команда бойынша жүргіземіз бе, әлде әркім өзіне ме? Команда бойынша таппай қаласыңдар қазір. Кім қай команда болған? Командамен ба? Солай ма шөлігі? Онда, я. Командамен жарыс қыламыз. Жауап бергендердің итогын жазып отырамыз қазір. Қай команда жауап бергенін? Бірінші сұрақ. Қай жылғысыңдар? Дұрыс. Ана, шамал қыздырғылар еткеніміз ғой. Сөреге? Сұрақ жауаптар беріңіз. Нұрекеңе тиіспеңдер енді.
Ал, бастаймыз. Дайынбыз ба? Мұнтаз командасы бар ма? Мұнтаз командасы бар. Мөлдір командасы. Шырайлым командасы. Қадырған жаздар. Көркем командасы. Егіз ана жақсы жұмыс істегендер ше? Өз айқайлап білдіреді ше? Молодцы, жақсы жұмыс істедіңдер. Жарайсыңдар. Ал, бірінші сұрақ. Жердің ортасында не бар? Дуға шабақ, кім айтты? Дұрыс емес. Ядро! Молодец, мені оққан көнттір. Дұрыс емес. Жердің ортасында не бар? Дұрыс емес. 200 адам айтты уже. Қатысып тұрсаңыз, бағана бір не айтыңыз? Экватор! Дұрыс емес. Жердің ортасында не бар екен? Су дейді. Дуға шабақ, қай команда? Мұнтаз командасы. Жаспаңыз, Мұнтаз командасы дұрыс жауап берді. Мұнтаз қай командасы? Мұнтаз Аслым ба? Жоқ, қай командасыз? Мұнтаз есінде жоқ дейді. Мынау Мұнтаз деген ол 4 команда. Әр команданың 10-10-нан адамдары бар. Сіз Мұнтаздасыз ба? Аппағым дейді ғой, аппағым. Өз бөлмесін қайда білесің? Жоқ, анағыз да? Аппағым білмеймін дейді. Аппағым. Дұрыс жауап берді. Аспан көк пиджакта тұр ғой, қарындасымыз. Міне сол қарындасымыз дұрыс жауап берді. Жердің ортасында адам бар деді. Аппағым командасы ма? Жазыңыз онда. Жердің ортасында адам бар дейді. Неге адам бар? Неге? Өйткені адам жердің шетінде тұратын болса, қисайып тұрады екен, жердің шетінде тұратын болса, немесе жататын болса, аунап кетеді екен. Сондықтан әр адамның тұрған жері жердің ортасы болып есептеледі. Қазір сіз андай жерге барсаңыз, жердің ортасы сол жерге кетіп қалады. Мысалы, мен үшін жердің ортасы осы жер. Неге? Өйткені мен тік тұрмын да, жердің ортасында тұрғандықтан. Дұрыс айттыңыз, жердің ортасында адам бар. Бұл шапалақтап қойыңыздар. Сыйлығымыз бар. Сыйлық берелік. Бірден ба? Бірден. Келіңіз, бірге. Ыстықтай келсеңші. Ыстықтай. Анаң ішіне қалағанын алыңыз. Өз алсын, таңдап алсын. Қалағанын алсын. Ананы решетканы ашсаңыздар жаңағы. Түрмеде адам соқ. Болмай ма? Жоқ, бір адам кіріп шығатын ғой, решетканы айтып ашып көрсеңші. Аржана кіріп, сөйтіп алып шығып беріңіз. Ай, бәрекелді. Болды ма? Қоя берейін ба сұрақтарымды? Негізі логикалық сұрақтар қойып жатырмын да? Рухани сұрақтар қояқшы? Рухани сұрақтар қой. Бүгін қай күн? Кім айтты жұма деп? Дұрыс емес. Қасиетті жұма. Дұрыс айтты, молодец. Мұна балаға беріңдер. Қасиетті жұма. Мұсылмандар жұма деп айтуға болмайды екен мұсылмандарға. Қасиетті жұма деп айту керек. Неге? Неге қасиетті? Неге қасиетті? Өтір айтпаңдар. Пайғамбардың туған күні, дүйсенбі ғой пайғамбардың туған күні. Қалай? Адам ата Хауаны жаралған күн. Келіңіз, қай команда? Мұнтаз, аппағым. Өзі сапсар екен, бірақ аппағым мына. Қып-қызыл болып кетті ме? Мұсыр теремдер. Күнге. Аппағым. Аппағым командасы бір сыйлық. Қалағаныңды ал, өзің, қалағаныңды ал. Қалаған сыйлығыңды ал. Скакалка. Болды ма, бәрекелді. Дұрыс. Неге қасиетті десек, жұма күні адам ата Хауаны жерге түскен күні екен. Мінекей. Сол үшін қасиетті екен. Екеуі бір жерге түсті ма? Екі жерге түсті ма? Үш жерге түсті ма?
екеуі бір жерге түсті. Дұрыс емес. Екі жерге түсті. Қай жерге? Қай жерге түсті? Жамбасына? Ұятсыз десең. Жамбаста басын қалған. Хира тауы өтірік. Адам ата қай жерге, Хауана қай жерге түсті? Жақын қарсысын. Адам ата тозаққа түсті дейді, жағын қарсы. Кім? Кім түсті? Өтірік айтпа. Қайда түсті? Үндістанға, молодец бергел. Молодец кел. Ақырылдың, е? Міне, қай топ? Мөлдірімнің қайсысы? Оның ішінде 7 атаңды айтасың қазір. Білмейді өзі қайын. Ұмыт қалған ғой? Арайлым, мөлдірімші арайлым. Дұрыс. Адам ата Үндістанға түскен екен. Дұрыс айтады. Хауанамыз қай елге түсті? Мекке Мәдинаға? Олай түсті ма сонда? Екеуің арасы 500 километр ме? Меккеге түсті, дұрыс. Келіңіз. Қай команда? Шырайлы келі ғой. Оралбек. Ай, Шырайлың ішіне қай атадан тарайсың? Шырайлының баласы Данашымның немересі айналайын. Ай, бәрекелді. Бадминтон алдың ба? Молодец. Ал, арғарай кеттік. Жұма біткен жоқ әлі. Сөйтіп, екеуі екі елге түсті. Адам ата қазіргі Үндістанға түскен, Хауа анамыз қазіргі Мекке жеріне түскен. Араб жазирасы дейді, бірақ сол Меккеге жақын дейді. Екеуі қанша жылдан кейін жолықты? Так, 400. Кім көп береді? 300. 300. Дұрыс емес. 400-де 300-де дұрыс емес. 200 дұрыс емес. 500 дұрыс емес. 400 дұрыс емес. 800. Бисмилlah. Ой, ба. 600, 700 дейді. 100. 90 дейді мына жақта. Біреу 300 деді, біреу 400 деді. Екеуі де дұрыс емес. 350! Дұрыс айтады, келіңіз. 350 жылдан кейін жолыққан дейді. Қалы, қай команда? Шырайлымның қай атадан тарайсың? Данашым ба? Бәрекелді. Данашым дейді. Ал. Қалағаның ал. Сол бір қауқын ап кетсей, бәрі Данашымнан шығып отыр жөті. Қастарды тұрып ала бересіңдер. Ал, арғары кетіп па? Ал, екеуі 350 жылдан кейін жолыққан екен, сағынып бірін-бірі. 350 жыл деген, ойлашы өзіңді. Әй, 3 күн бір бауырыңды, анаңды көрмей қалсаң не болады, ә? 3 күн әкеңді көрмей қалсаң, 3 күн анаңды көрмей қалсаң не болады? Қалай сағынасың? Ал енді Адам ата Хауана 350 жыл іздеген бірін-бірі. Қай жерде жолықты? Арафатта. Бауырыңыз дұрыс айтты, кел. Кел бауырым, Арафатта. Екеуі Арафат тауында жолыққан. Екеуі Арафат тауында жолыққан. Таяқ жейсіз менен. Арафат тауында жолыққан. Мейлі жазығына кейінен тауып кеткен. Ал, қалаған залды. Сол жерде екеуі Арафат тауында жолығып, сағынысып кездесе, қайсысың оны махаббатты отқан? Ертісіз десе. Өліп парасını қойса айтамыз ғой. Так, екеуі жолыққаннан кейін Аллаға қарап тұрып не істеді? Дұға еткен жоқ. Кім айтты? Тәубе етті. Тәубе етті екеуі. Дұға еткен жоқ, тәубе етті. Тәубе етті, екеуі кешірім сұрады Алладан. Қай команда? Нүреке кетті тағы біреу.
екеуі тәубе етті. Не істеді тәубе етіп, Алладан кешірім сұрады. Кешірімі қабыл болды ма, қабыл болған жоқ па? Қабыл болды, ой бағым, қасында тұрған едім, қабыл болған жоқ. Қабыл болған жоқ деп қойдыңыз. Қабыл болды. Сол үшін міне, жеңгелеріміз, апаларымыз, әпкелеріміз Арапа күні не үшін бауырсақ пісіретіндерін білесіздер ма? Сол күні адам ата Хауананың дұғасы қабыл болған күн деп. Сол атамыз бен анамыздың дұғасындай біздің де дұғамыз қабыл болсын деп нан пісіріп жүрсіздер сол күні бауырсақ. Шелпек таратып жүрсіздер. Біліп қойыңыздар. Бекерден бекер тарата бермеңіздер шелпекті. Біліп тарату керек. Әр нәрсені біліп істеу керек. Міне, дұға тілектер қабыл болды сол күні. Ал сосын екеуін нараз қалды. Жаңа қыз қайда? Не істеді енді? Айтсай, жаңа. Некесін қиды. Кім қиды? Бас имам қиды ма? Жәбірейіл, келіңіз барын, кел ортаға. Жәбірейіл алейхиссалам, періштелердің төресі, періштелердің ұлығы Жәбірейіл алейхиссалам періште некесін қиды. Қай команда? Мұрақта! Шырайлым. Шырайлым, бәсе? Сәрем оланы. Шырайлым, қай атадан тарайсыңдар айналайын? Данышпаным. Данашымды. Данашым дейді ғой, жаза бер дейді ғой, мұрақтағылар жаздырып отыр. Ятпақ қалмасын ертең. Бопты. Ал, ары кеттік, жұма біткен жоқ. Екеуінің некесі қиылып, сол адам ата Хауанадан біз тарай бастаған екенбіз, бүкіл адамзат. Ал, ары кеттік. Келесі жұма Алла Тағала не деді біздерге? Айта беріңдер, қазір тау болам. Не деді? Рамазан деді. Көбейіңдер деді, жоқ көбейіп атырайық, қой берсе оны. О, анақта екеуі көбейіп атыр. Сіз ана сұраққа жауап беріңіз. Алла Тағала жұма, тек қана жұма көбейіңдер деді ма? Басқа көбеймеңдер деді ма? Молодец! Жұма намаз оқыңдар деді. Міне, ана қыз, қызылдағы. Молодец. Жоқ, естім. Жұма намазды парыз етті деді. Тоқта. Не алғың келді ана жерден? Не алғың келеді? Жоқ, өзі таңдабасын. Өзің таңдабасын. Соны алғың келді ма? Не алғың келеді соны алғың? Иә, алғың келген затты ал. Ана бүйт бермеңдер. Өзі келіп алсын. Қалаған затын алсын, иә. Ай, бәрекелді. Жұма намаз парыз етілген екен. Қай командасы? Мұмтаз. Асылым? Асылым, Мұмтаздан асылым екен. Жазып қойыңыз. Плюс қойып қойыңыз. Ал, ары кеттік. Жұма намаз парыз етілген екен. Бүгін жұмаға бардыр ма, жігіттер? Бар, бәрекелді. Патшода қыздар барған сияқты ғой? Қыздар жауап беріп отырған. Жаңағы Нұрекең айтып жатыр. Әр жауап берген, дұрыс жауап берген адамға бір қап босып беріп жібереміз жатыр. Сонда ма дей? Қандай? Қазір жалпы жарыс болады ғой. Бірінші, екінші, үшінші орын анықтауымыз керек та. Бірінші орын, екінші, үшінші орындарға сыйлықтарымыз бар. Соны анықтаймыз. Қазір жақсылап активно қатысыңыздар. Дұрыс жауапқа бір қап плюс қосып отырамыз да. 27 қап жинаған бір топта. Жинаған ба? 30 қап жинаған. Дұрыс жауап болса 31-32 деп кете береді. Әнекей, көрдіңіз ма? Дұрыс жауап берсе, қапқа тағы да қосыла береді екен. Мен үйнап кетеді деген деп ойлап тұрмын ғой. Ал, ары қарай кеттік па? Алда бір жұма келе жатыр. Қай жұма? Қадір түні. Қадір түні бөлік. Айт намазы. Алда бір жұма келе жатыр. Үлкен жұма. Парыз намазы. Үлкен жұма келе жатыр. Айт намаз дұрыс емес. Ол айт намаз жылда болады ғой? Қасиетті жұма. Қадір түні. Қасиетті жұма. Парыз намазы. Орал. Қасиетті жұманы айтып кеттік қой. Қадір түні дұрыс емес деді. Не болады ол жұма? Қиямет болады. Дұрыс айтады. Келіңіз. Қиямет болады. Қай топ? Асылым дейді. Алда бір жұма келе жатыр. Сол жұмада ең соңғы адам жер бетінен көшеді екен.
сөйтіп бұл әлем өмір біті деген. Оны біз ақырет күні дейміз, немесе қиямет күні дейміз, е? Мінекей, сол соңғы жұма екен. Ал одан кейінгі бір жұма бар, ол қандай жұма? Ей, кесіп қалдық қой, яқа өтіп қой. Ішім қан жоқ қой. Тыныштал. Сұрақ жауап. Тыныштал. Ешқайсың күтуші емес, тыныштал. Жоқ. Мана, кім айтты? Кім айтты жаңа? Ақырет па? Жаңа кім айтты? Жоқ, бір ер адам айтты, ер жігіт айтты. Не деді? Жұманақ. Қандай жұма? Біреу айтты ғой жаңа үшірді. Ақырет жауаппын ба? Жоқ, сұрақ жауаптан өтіп кеттік қой. Сұрақ жауаптан бәрін өтіп кеттік. Одан өтіп кеттік, а? Жоқ, оның бәрі өтіп кеттік жаңа. Мүбәрәк, әзіде мүбәрәк қой. Не болады ол жұмада? Ой-бой, намазда әлі жүр ғой. Кетіп қалды қонын. Сұрақ жауаптан өтіп кеттік. Не болады? Ақырет өтіп кеттік. Ақырет. Жәннатта не болады? Той болады, жәрмеңке болады. Дұрыс айтады, келе қой. Әр жұма жәннатта үлкен той жәрмеңке болады екен. Бәні сол жәннаттағы жұма екен. Айып берекет. Қай команда? Сұрамадыңыз ба? Новидан келдім дейді ғой. Ешқандай команда жоқ, мусор термеген. Спокойненько пішіп жеп отырмын. Көркемге жасқайшы, көркем. Сол жәннатта үлкен мереке болады екен, әр жұма. Сол жұмаға бүкіл жәннаттықтар жиналады екен. Сол кезде адамдардың бәрі мақтанады екен. Мен мешіт салғам, мен медресе салғам, мен жол салғам, мен су тартқам, мен аурухана салғам, мен жетімнің басынан сипағам, мен жесір анаға қамқор болғам деп мақтанады екен. Сол кезде бір адам шығады екен да, мен ата-анамның аяғын сүйгем дейді екен. Сонда жәннаттықтардың үні ұшып қалады екен. Ата-ананың аяғын сүйгеннен, ата-анаға қызмет еткеннен, ата-ананың разыған алғаннан асқан сауап жоқ екен ғой адамға. Ата-анасы барлар бар ма? Қолын көтерсінші. Бүгіннен қалмай аяғынан сүйіңдір барып. Аяғын жуыңдыр. Ата-ананың аяғын сүйіңдір. Жәннатта дауыстарын қатты шығады, Құдай қаласа. Келістік па? Толды. Екі сөйлеген қатын. Сөздерінде тұрмасындар, осыдан. Ал, арғарай кеттік. Енді білімдерін тексереміз. Кеттік па? Ал, білім тексерейік. Енді рухани сұрақ жауапты осымен тоқтатайық. Енді білімі, ғылыми жауабымыз көрейік. Енді өзіміздің тарихымыз ғой, қазақтың тарихы білуіміз керек. Қазақтың қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заманы қай ханның тұсында болды? Кім айтты? Молодец, келіңіз. Тәуке хан. Кешік қалды ма? Қасым хан емес. Өлі, Қасым ханның қасқа жолы. Өз осында? Қайтып? Айтсай, тоғыңды. Көркем екен. Тұрын қарсы көркем ғой. Түрі көркем бұқты. Ал, бәрі кеттік. Арғары кеттік па? Қазақ хандығы қай жылдары құрылды? 45-ші жылдар. Жоқ, 1445. 1456. Кім айтты? Молодец, кел. Молодец. 1456 жылы қазақ хандығы құрылған екен. Өз алсында. Арғары кеттік. Так, елші ретінде жоңғар хандығына барып, Абылайды босатып алған қазақтың биі қай би? Қазбек би. Молодец. Қазбек би. Сұрайылым группайыз. Қазақтан
ең алғашқы Мекке Мәдинаға қажылық сапармен барған 3 адамды кім атайды? Так, біріншісі Құнанбай, екіншісі Абылайхан, Яссауи, Қабанбай. Қабанбайың қай заман? Нәзір Төреқұлов. Дұрыс емес. Нәзір Төреқұлов дұрыс емес. Ол кейіннен елші болған адам ма? Союз кезінде елші болған ма? Бірінші Абайдың әкесі Құнанбай қажы, Аға Сұлтан. Екінші кім барды? Мақсат. Жамбыл? Тарихтан 2 аның. Қажымұхан? Ыбырай. Абай баласы шығарып саған ма? Ыбырай. Жайымыса дейді ме? Болындар ма айтып? Кім Ыбырай деген? Ыбырай Алтынсарин? Дұрыс емес. Шәкәрін дұрыс емес. Ахмет Яссауи? Ё-майо, сонда қаншада болды? Құнанбаймен барған болса, где-то Ахмет Яссауиң 700-де болды да жасы. 700 жасында барыпты ғой Ахмет Яссауи. Айналайын. Мынау Шымкентте шыға берген жерде сол атамыздың атында ауыл бар. Арыстан ба? Құнанбай атамызбен бірге барған. Байдыбек. Шыға берген жерде Байдыбек. Арыстан баппа. Шыға берген жерде. Мынақа. Қасымбек Датқа. Мына қошаметтеріңіз. Енді үшіншісін явно таппайсыздар. Қасымбекті білмей тұрған адам. Керейден аңламас деген би барған. Осы үшеуі бірінші болып барған екен. Ал игі жақсылар мына 2 кісіге жаңа Құнанбайды сіз таптыңыз ғой, келіңіз ортаға. Жаңа Қасымбек Датқаны кім тапты? Нұржан мырза, ортаға келіңіз. Келіңіз, Қасымбек Датқаны. Ай, бәрекелді. Ал енді құрметті игі жақсылар, мынау әлі біздің сый құрметіміз әлі көп. Бірақ мынау осында келгенде бір қасиетті айда, қасиетті күнде бір жақсы өнегелі, өрелі, құлаққа жағымды, жүрекке сіңімді жақсы сөздер тыңдайық. Мынау қолымыз жете бермейтін ютубтан, ватсаптардан көріп, осы кісіні бір көрсем деп армандап жүретін Арыстан ұстазымызды Алла тағала өзі келді алдарыңызға. Қараңыздаршы. Арыстан ұстазымызды ортаға шақырайық. Не деген шапалақ мынау? Не деген қошемет? Ареке, Димаш Құдайберген сияқты қарсы алды сізді. Келіңіз ұстаз. Арыстан ұстазды көріп жүрген жақсы өнегелі, елге тәрбие, жастарға өнегелі сөзімен, мына микрофон берейін. Мынау желіде жүрген ұстазымыз бүгін өзі келді алдарыңызға, сіздермен қауышам деп. Қош келдіңіз ұстаз. Ал бисмилла, алхамдулилля. Қош көрдік. Алла нұры жаусын баршаңызға. Мына Аллаға шүкір, бүгін жастарымыз жақсы, әдемі бір жиын болып жатыр. Қаланың бір кішкентай ғана бір ауласын болса да тазалап, сауапты амал жасады. Сонда біздің пайғамбарымыздың аты кім еді? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Біздің ата-аналарымыз біздерді ойлайды. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кімді ойлайды? Бүкіл үмметін ойлайды. Бүкіл үмметті ойлайды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал біздің ата-аналар өздерін ойлайды. Бірақ бәрі емес, барлығы емес. Біздің бабаларымызда мынандай сөздер бар екен. Өзін ғана ойлаған надандықтың белгісі. Өзгені де ойлаған адамдықтың белгісі. Бар жоғына қарамас, анық жомарт ер кісі. Жас үлкенді сыйлаған даналықтың белгісі деген біздің бабаларымыз. Сөйтіп, осыншама жерді алып қалып, бірін-бірін бауырым деп, бірін-бірін батырым деп өмірде қызмет қылып өткен. Енді бір сұрақ қойғым келіп жатыр. Бір кісі бар, адамды батыр қылатын. Ол кім деп ойлайсыздар?
Жоқ, мен кісі деп тұрмын. Кім? Кім? Дұрыс. Әйел баласы, қыз баласы, әйел баласы кімдерді батыр қылып жібереді? Ер азаматтарды батыр қылып жібереді. Қалайша? Кішкентай қызы туылады, әкесі сол қыздың киімін табу үшін, сол қыздың тамағын табу үшін, сол қызын бір әдемі ойыншық беріп қуанту үшін таңнан кешке дейін жұмыс істеуі мүмкін ба, мүмкін емес па? Мүмкін. Сол қызына біреу тиісіп көрсінші осы қызға. Соның жолында не қылады керек болатын болса, сол қызына біреу тиісетін болса не қылады? Әкесі, ағасы, інісі соның жолында өледі керек болатын болса, сол қызды қорғау үшін. Қашанға дейін қорғайды ол қызды десе? Қашанға дейін? Тұрмысқа шыққанша. Ал енді тұрмысқа шыққаннан кейін кімнің мойнына өтеді? Күйеуінің мойнына өтеді. Не өтеді күйеуінің мойнына? Аманат өтеді. Ол аманатқа не кіреді? Сол әйелінің несі? Тамағы, сосын киімі. Одан кейін жылы үймен қамтамасыз ету. Киім дегенде аяқ киімді кіріп кетеді ғой. Жылы үймен қамтамасыз ету, ауырып қалса емдету. Ол әйелінің ар намысын қорғау ер адамның мойнына өтеді. Сонда мына өмірде, ағайындар, мына өмірде әр нәрсенің өзінің мақсаты бар. Барлық нәрсені жаратқан Алла Тағала. Сонда қараңыздар, Алла Тағала бір сиырды жаратқан болса, оның мақсаты адамдарға не беру? Сүт, ет, төл беру. Ал құрт, май, сармай бәрі кіре береді ғой ішіне. Ал енді ер адамның жаратылуында мақсаты не? Ер адамның жаратылу мақсаты елге ие болу, жерге ие болу, қиналып жатқандарды қуанту, жылап жатқандарды жұбату, ата-ананы разылығын алу. Ал ананың бұл дүниедегі жаратылу мақсаты қандай екен? Әйел балдардың бұл дүниеге жаратылу мақсаты Алла Тағалам жаратып тұр ғой енді. Әйелді не үшін жаратты енді? Қандай перзент әкелу? Қандай? Батыр. Не үшін? Елді жерді қорғау керек қой анау. Ғалымжан ағамыз өткен тарихымыздың біраз ғана адамдардың аттарын атап өтті. Мен бір нәрсе айта кетейін, жігіттер, қыздар. Біздің тарихымызда өте қиын замандар болған. Жоңғарлар, қалмақтар келіп шауып келеді екен да, малын, қыздарын, әйелдерін алып кетеді екен. Одан біздің жігіттер бас қосып, атын дайындап, құрал сайман дайындап, шабуылдап барып, бір айдан кейін ба, бір жылдан кейін ба оларды жеңіп, қайтадан бұрынғы әпке қарындас әйел бала шағасын алып келеді екен. Бала шағасына сендер түгілі мен осы кісінің рұқсатымен жүрем деген үлгі өнеге қалдыра отырып, парасатты ұлдарды тәрбиелеуге. Және ата-анасын жерге қаратпайтын қыздарды тәрбиелеп шығаратын ана болу керек. Сол үшін қазақ айтады, мына жерде байқап тұрмын, қыздар көп екен, кішкентай ұлдарымыз да көп екен. Біздің қазақта бала туған әйелді екіге бөлген. Бала туған әйелді екіге бөлген. Баланы туып, оған тәрбие бергенді ана деп атаған. Ал баланы туып, оған тәрбие бермейтінді шеше деп атаған екен. Сондықтан мына бала босанған әйелдер ана ма, шеше ма өздері біледі енді. Ана ұрлықты үйретіп, дастарханға бисмиллямен жеуді айтпайтын болса, қандайға жатайын деп тұр? Ал керісінше, мына тағамды әкең қандай қиыншылықпен тауып келді. Сондықтан оны жерге тастамаңдар, жеп қойыңдар, жемейтін болсаңдар, әдемі бір жинап қойыңдар орнына. Деп, анау үстіндегі киімін әкесінің еңбекпен тауып келген ерлігін айтып отырған ана бұл баласының болашақта қанағат қылатын барға біреудің еңбегін бағалайтын ұрпақ тәрбиелеп жатыр екен ғой.
Осы айтылып жатқан, енді өте қысқа айтып жатырмыз. Осы нәрсенің барлығы бізде кімнен келіп тұр? Бастауы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламнан келіп тұр. Міне сол пайғамбар саллаллаху алейхи Рамазан айында одан да бұрынғыдан да көп жомарт болып кетеді екен. Бұрынғыдан да көп жомарт болып кетеді екен. Міне соның жолын қуған біздің бауырларымыз, қыздарымыз, ұлдарымыз Рамазан айында өзінің өмірде жүгіріп жүріп күннің астында, қыстың суығында жүріп тапқан тұянғанын елмен бөлісіп, басқамен бөлісіп жатыр. Бөлісіп жатыр. Қайдан үйренді оны? Пайғамбар саллаллаху алейхи үйренді. Ол пайғамбардан кім үйренді? Біздің ата-аналарымыз үйренген болатын. Аллаға шүкір, міне ел аман, жұртымыз тыныш, біреулер қоқыс тастайды, ал мұсылмандар не қылады? Тазалап, жинап жүреді. Оған лағнет айтпайды, оған жаман сөз айтпайды. Үндемей жинап қоясады. Сөйтеді да Алла Тағаладан не алады? Сауап алады. Әсіресе жолда жатқан ағаштар, кірпіштер сияқты жаман нәрселерді алып тастау ең үлкен сауаптардың бірі екен, басқаларға зиян тигізбейді. Алла разы болсын. Ата-аналарымызды қуантып жүреміз ба? Бар болса? Құдайға шүкір. Міне жақында бір жігіттерді көрдім, ата-аналарын жинап, ауызшар беріп жатқан бір кісілерді естідік. Қаланың ішінде тұрса да, домның алдында тұрып, сол домдағы кісілердіге ауызшар жасап беріп жатқан жастарды көріп жатырмыз. Ана кісілер қуанып, бір-бірімен амандасып, бір-бірімен бірге отырып, шай ішіп отырғанның өзі қандай керемет дүние болып жатыр қазір. Алла разы болсын, ораза айтқа аман-есен жетуге нәсіп етсін. Тек қана ата-анасын ғана қуантып емес, елді де қуантатын ұлдар, қыздар болып өсіп шығуды Алла нәсіп еткен болсын. Аумин. Аллаху акбар. Алла разы болсын. Рахмет. Рахмет. Ананың разылығы Алланың разылығы. Жәннат кілті ананың табанында. Әкенің қай жерінде? Қолында дейді. Маңдайында. Тәрбиесінде, жүрегінде. Қай жерінде? Ананың табанында, әкенің несі? Разылығында дейді. Соны атам қазақ қалай атаған? Қай жерінде? Батасында. Тағы? Сақалында? Мейірімдігі адам қосап тұрмын ба? Қараңыздар, қазақ мақалды шығарған кезде ұйқасымен шығарған. Жәннат кілті ананың табанында, әкенің тыңдасаңшы, ұйқастырсаңшы. Қабағында дұрыс айтты. Келіңіз ортаға. Ананың табанында, әкенің қабағында жәннаттың кілті. Беріңіз, беріңіз. Мына қандай керемет. Ал, олай болса, екі жақсылар ортаға Ибрахим Серікұлы бауырымыз ортаға шақырайық. Ал, жаттаған жырын төк-төкпе шыққан әке келік. Ибрахим. Әкесі қажылықта жүр қазір. Дұға тілеп. Мына отазы. Менің атым Нысанбай, ат жібердім тұсамай, өзім жырау болыппын ата-анама ұсамай. Бісміллә әулие себепкер, ауыздағы 30 тіс қызыл тілге көмек бер. Ал қолымды сермедім, керейттен шыққан жетер жас балаңа медет бер. Нәсіл затым сұрасаң ашмайлы керейтпін. 10 жасыма келгенде қарма қобыз ілгенім, 11 жасқа келгенде сөз мәнісін білгенім, 12-ге келгенде жақсының алдын көргенім, 13 жасқа келгенде жақсының соңынан ергенім, 14 жасқа келгенде өз елімде жүргенім, 15 жасқа келгенде Кенесары Наурызбай төрені іздеп келгенмін. Сол кездегі төренің сойдақ қожа ақыны, қобыз алған балаға толмады қожа тақымы. Хан алдында сөйледім, ханның болып жақыны, керейттен шыққан жетер, жар болған сон беглерім.
Қожан жеңдім ақыры бақыт қонды басыма, мұрадың қасыл болады жолдас болсаң асылға. Ханның болып баласы бірге жаттым ордада, Ахмет Тайшық қасында. Әркімнің Алла панасы, дариядан аққан саласы, кешегі өткен кенекем дүррек ауқар даласы, арқадан ауып кеткені бұл жақтағы жұртының аузының аласы, әуелгі мекен қонысы Көкшетаудың даласы, жазғы жайлау өрісі Ұлытаудың таласы, өте залым болмаңдар мұсылманның баласы, ақырында олардың қырғыздан болды қазасы. Кенесары Наурызбай атағы шықты аңқылдап, жауды үркітіп қашырды ағалмастай жарқылдап, зәресін алды дұшпанның нажағайдай шартылдап, қасына ерген Төлеңгіт олжаға батты қарқылдап. Кенесары Наурызбай жанған оттай қаулапты, бір күндері болғанда топ жарған атты ұрлатты, бас себебі сол болып қырғызға қарай жол тартты. Бұл онымен бітпейді, негізі қысқаша оқыды да. Ал жігіттер, осы жырдастан жаттап жүрсіңдер ма? Жаттап жүріңдер мақұл ма? Жаттап жүріңдер. Сол жырдастанмен сусап өсіңдер. Міне сонда елді қорғайтын, жерді қорғайтын намысты ұрпақ болып өсесіңдер. Ал енді келесі Абай атамыздың өлеңін оқып, бүгін ортамызда Абай атамызды паш ететін Нұрислам Бауыржанұлы ортаға шықсын қанеке. Ал, Нұрислам. Қол соққан үш адам рахмет. Үш адам тағы қол соққан көр болайын. Сендер ма? Абай Құнанбайұлы сабырсыз арсыз еріншек, сабырсыз арсыз еріншек, көрсе қызар жаумауыз, сорлы қазақ сол үшін алты бақан ауауыз, өзін өзі күндейді, жақынынан жалғанмын дейді, ол арсыздық белгісі. Ұят сынбай, ойланбай, қой дегенге тіл алмай, іс қылмай ма ол кісі? Бірақ секіріп шығам деп, егесе ауыр шабам деп, сөйтіп Құдай атады. Бұл мен десе біреуге жоқ нәрсені шатады, құтылам деп ісінен, бәрін көріп кісіден шығын әбден батады. Бұл болмаса онысы, аударып қонысы, алыстаннан татады, қызмет қылып мал таппай, ғылым оқу ой таппай, құр үйінде жатады, ел қыдырып ас ішіп, еркек арын сатады. Бала шаға ұрғашы, үйде жаурап қатады, еңбегі жоқ еркесіп, бір шолақпен керкесіп, пысық деген ант шықты, бір сөз үшін жау болып, жүз қолыған салт шықты. Пысық кім деп сұрасаң, қалаға шапса дем olmай, өтірік арыз көп берсе, көргендерден үй алмай, сыбырдан басқа сыры жоқ, шаруаға қыры жоқ, өсек өтірік мақтанға ағып тұрса бейнесу, ат шапаннан кем көрмес, біреу атым қусақу, құм нәпсісін те алмай, атым шығып жүрсін деп, берекеге қас болса, желіктірген айтаққа, ара ашпен бас болса, ел тыныш болса, азады, ерге бөле жаздады, үйде отырса албырап, түзге шықса албырап, кісіні көрсе қылжаңдап, қалжы сылып қылжаңдап, өз үйінде қипаңдап, кісі үйінде күй тыңдап, ақылы бар кісіні айбаттайды даттайды, ауқаты бар туғанды, қайырсыз ит деп жаттайды. Мал мен бақтың дұшпаны, кеселді пысық көбейді, күшік иттей үріп жүр, кісіден кемін демейді, қу тірімен құтырып, кетер бір күн отырып, қызмет қылған кісіні құртуға таяйды. Қылып жүрген өнері, харекеті әрекет, өзі оңбаған антұрған, кімге ойлайды берекет, кімде ұялып аяйды, расы жоқ сөзінің, ырсы жоқ өзінің, өңке жалған мақтанмен шынын бетін бояйды. Бұл сөзінде жалған жоқ, айтылмай сөзінде қалған жоқ. Абайлаңыз, байқаңыз, елдің жайы солайды. Рахмет. Абай атамыздан сөз атылған бая, бірақ шаң басып кітапханаларда тұр ғой бейшара кітаптары. Содан тикток жақсы одан, тикток күшті ғой, тиктоктың алда белесең, ыржыңдап, түріңді бұзып, сондай сізен күшті ғой негізі. Рахмет, осылай аталардың даналы сөздерін жаттап жүріңдер мақұл ма? Үйге барғасын ата-аналарың айтыңдар, маған Абайдың, Шәкәрімнің, Мәшһүр Жүсіптің кітаптарын тауып беріңіздер, соның ішінен жырдастандар жаттап жүріңдер. Ол сендерге өмірлік азық болады. Ал енді бүгінгі шырайлы шымғаламда Шымкентімді шын сүйем атты акцияға қатысқан барша осындағы біздің еріктілер, осындағы жастар, студенттер, оқушылар, тоғыстан келген құрметті әпкелер, жеңгелер, бауырлар енді бірінші, екінші, үшінші орынды анықтайтын сәт туды. Олай болса Нұреке, ортаға келіңіздер. Қазылар алқасы келе жатыр. Қазылар алқасы келе жатыр. Ал Нұреке, бүгін қай группа, қай топ қандай дәрежеге жетті, қандай көрсетіш көрсетті.
Енді ешкім бір жарысқа қатысайын деп келген жоқ, бірақ қызық болсын деп біз әдейі солай сіздерге қызықты болсын деп шештік. Ал Нұреке бірінші, екінші, үшінші орынды анықтаңыз, және оларға қандай сыйлық және осы жерде қандай аттракциондар күтіп тұр, соны айтып беріңіз. Тегін. Бисмилля деп, мынау Қиял әлем паркының басшыларына Алла разы болсын, рахмет. Ол кісілер қазір осы жерде қатысқан барлық кіші балаларға мынау үлкен айналып тұрған колесо бар ғой, колесо обозрение дейді ғой. Соны отыруға рұқсат берді. Оны қазір бірақ дәл қазір емес, кішкене күте тұрыңыздар. Бір ұсыныс болып тұр қазір. Мынау бірінші, екінші, үшінші орынды қазір анықтадық, бірақ соған қазір бізде анау грамота жазып жатыр да, бір 5-10 минут жазады қазір Ғалеке. Сол күте тұрсақ. Оған дейін менде ұсыныс мынау сұрақ жауаптарды қойып, сыйлықтар берсек халыққа. Бірақ оған қап жазылмайды, ол өтіп кетті да. Болды екен. Анау бірінші, екінші, үшінші орын анықталып жатыр екен да? Болды ма? Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салдырған кім? Әмір Темір. Келіңіз. Мінекей. Қалағаныңызды алыңыз. Шай жазылмайды жүр, болды. Ол айқы кетіп қалды жазып атқан. Түнде ұйықтап жазып сөйлесерсіздер. Шырайлымға. Боташым, данашымға. Түнімен сөйлеп шығасырсыздар. Дайын бар ғой әлде де? Ал, алғара кеттік. Құрманғазыдан бата алып, өзді күйші атанған. Дайнамыр Бейзова, дұрыс, келіңіз, алыңыз. Ай, бәрекелді. Оқығаның аты оқыған ғой. Қазақфильм киностудиясы кімнің атында? Шәкен Айманов атында, келіңіз. Шәкен Айманов атында. Жасынан бала күнінен ұшқыш болуды армандаған Ұлы Отан соғысының батыры, бір емес екі рет батыры, Кеңес одағының батыры кім? Кім? Ұшқыш. Талғат Бигелдиев. Келіңіз, молодец. Талғат Мұсабаев дейді. Соғысқа қатысқан ба соны? Юрий Гагарин деп қойды. Шынды я? Юрий Гагарин. Жақсы көреді енді Юрий Гагарин. Арғара кеттік па? Ат батпайтын адамды кім дейді? Ат баптайтын адамды. Атбегі кім айтты? Атбегі дұрыс айтады. 30 жыл болды деп айқайласың, айтылесіз болды. Молодец, Атбегі. Құс баптайтын ше? Құсбегі, кім айтты? Жоқ, бәрін дұрыс айтып жатсыңдар. Бірақ үлгеремей қалатсыңдар да. Дұрыс айт, бағана да дұрыс айттыңдар. Онда айтты деп шықпаса енді мен кінәлі емеспін ғой. Дауысын шығарсай. Ораза ғой енді, ораза ауыз берген, түсінуге болады. Қазір бар ғой, осы жерден кейін анау көріп жатсыздар ма? Сіздерге ыстық палау дайындалып жатыр. Ана жерден напиток, қаншама дәмді тағамдар салап. Осы жерден қазір бәріміз ауыз ашамыз, жарай ма? Ауыз ашамыз. Ал Қазақстан Республикасының тұңғыш ғарышкері Тоқтар Абаков бірінші айтып қойды мынау. Кеттік. Юрий Гагарин. Қайсысы? Юрий Гагарин. Өлдің ба, братан? Жүз жасаған ақын Жамбыл. Тоқта. Қай Жамбыл? Жамбыл. Біз ана көрші бар да, Дамком, Жамбыл. Сома деп қалдыңыз. Атын, фамилиясын айтсыңдаршы. Болды, айтып қойды. Кеше айттық қой, кеше қойдық қой бұл сұрақты. Так. Алтын адамды тапқан адам кім? Кім? Ақышев, молодец. Кемел Ақышев. Міне, оққаның аты оққан. Кемел Ақышев. Тәж-Махал қай елде? Ана, Үндістан, дауыс шықты ана. Дауыс шықты. Үндістанда. Тәж-Махал Үндістанда.
Yok, қалағанын алсын, қалағанын алсын. Ертең не өкпе болмасын, мен аны аламай қалдым. Кімнің әке шешесі жоқ? Жетімнің әке шешесі бар ғой? Кімнің әке шешесі жоқ? Адам ата Хауана. Дұрыс, келіңіз, молодец. Адам ата Хауананың әке шешесі жоқ екен. Ай, бәрекелді. Қалағанын алсын. Жерден көтеру оңай, алысқа лақтыру қиын. Тас көтеру оңай міне. Жерден көтеру оңай, алысқа лақтыру қиын. Сөз? Жерде сөз жата ма не? Қауырсын дейді. Лақтыру қиын ма не? Опыңа. Жерден көтеру оңай, алысқа лақтыру қиын. Шарик? Топырақ? Жапырақ? Ауа. Құран? Жерде жата ма не Құран? Адам? Мақта? Дұрыс емес. Дұрыс емес. Жерден көтеру оңай, алысқа лақтыру қиын. Ақша! Дұрыс, дұрыс шабалақ кеттік. Молодец, ақша! Дұрыс айтады. Алу оңай, лақтыру қиын ғой, өлдім лақтырмайсың ғой. Бірақ баланы лақтырып атқандар бар ғой, жаңа адам дейді, адам спокойно лақтырып атыр. Көріп атқан жоқсыз ба жаңалықтардан? Туған баласын лақтырып атқандарды. Көріп атсыз ба? Ал ақшаны лақтырмас еді сөйтіп. Өлдім лақтырмайды ақшаны. Рас па? Қосыласыздар ғой? Дұрыс. Бәрекелді. Так, ары қарай кеттік. Неке сақинасын қай ел ойлап тапқан? Индия! Бір қол шабалақ, дұрыс емес. Секіре бер. Секір, тұра бер. Рим! Молодец! Дұрыс емес. Орында тұра бер. Спокойно тұра бер. Аравия! Дұрыс емес. Америка? Американың Қазақстан! Дұрыс айтады, бір қол шабалақ. Алыңыз. Неке сақинасын қазақ ойлап тапқан. Қазақ ойлап тапқан. Қазақтың қайсысы? Қазақтың қайсысы? Бұрын қазақ деген ел болмай тұрғанда 8-9 деген мемлекет болған. Сол 8 деген санды екке бөліп, үлкен жағын жігітке, кіші жағын қалыңдыққа тағатын болған. Егер ажырассаңдар 8-9 мемлекет құлады деп есептеген, сол 8-9-ның ұрпақтары біз қазақпыз ағайын. Бүкіл әлем қазір соны дәстүр қылып алған. Күшті? Қандай тарихымыз бар, бай тарихымыз бар, бірақ өзіміз білмейміз да соны. Өкінішке орай. Бұны 380 жыл бойы қазақты құрту, тарихынан, дінінен, тілінен айыру үшін жасаған саясаттың кесірі ғой бұл. Міне білуіміз керек соның бәрін. Ал, алғыс хаттарымыз келді. Сый құрметтеріміз дайын ба? Ал, бірінші орын. Орынымыз алғыс хаттар. Алғыс хаттар. Құрметті адам аты ма или группа ма? Адам аты. Құрметті Кәусар қарындасымыз алғыс хатпен марапатталды. Қане? Кәусар қайда? Мөлдірім командасынан. Кәусар қызымыз қайда? Өте активный. Сол ма? Сол ба? Кәусар бар ма? Кәусар қайда? Соғыз ба? Кәусарым деп айтасаш. Сол ма? Кәусар, осыңыз ба? Ортасынан жыртып бермесем не істеймін? Бірақ алғыс хат қой, міне. Кәусар қызымыз. Сол қыз ба? Бәрекелді, ол атын білмей жүр ғой. Ол қалай мусор теріп жүр? Ей, жарым, келе қой. Алтыным, міне. Міне, Кәусар қызға қошемет қайда? Іштерің күйіп тұр, Міне. Міне, мынау шырайлы шымқалаға тазалығына үлкен үлесін қосқан үшін Кәусар қызымызға
Мә саған 1000 теңге. Мамма мия. Машалла, рахмет, рахмет. Кәусар, осы елдің тазалығына еңбегіңді сіңіре бер. Біреу шашып атса айтып жүр. Келесі Қарашаш қарындасымыз қайда? Қарашаш. Немене айналайын ден. Сонда Кәусар қайда? Сен де жөндеп нан. Ана шатас. Егіз ба? Бірақ сен ана құсақ қапты. Келе қой, жаным. Келе қой, келе қой. Кел, Қарашаш кел. Келе қой. Ой, жаным. İşlerin gibi тұра беңдер, қол соқпап қоңдар. Ай, бәрекелді, міне. Қошемет. Міне. Міне кел, мен су ішесің, шай ішесің, кофе ішесің, мына мороженое. Байып кеттің ғой. Молодец. Мамасы қайда? Кәл мамасы. Анасына қол соқпаңдар, осындай қыз туған. Осындай әдепті, әдемі қыз туған. Жұмабаева Индира қарындасымыз қайда? Жұмабаева Индира. Сіз ба? Немене әулеттеріңмен? Күзәтке бергесіңдер ме? Паралап қойғансыңдар ма? Значит, әулетімен қызмет жасап көрдіңіздер ма? Әулетімен. Мінеке, Индира ханым. Бұл аши марапат әлі. Әлі бірінші орын, екінші орын бар әлі. Қошаметтеріңіз. Ал, сый құрметіңізді алыңыз. Мінеке, мәс саған ана. Қабымен берейіндесіз бе? Абберге, ана балдар жүзетін, суда жүзетін әнеге. Рахмет, рахмет. Келесі алғысқа Қарақат қызымызға. Қарақат қайда? Міне Қарақат, ой, айналайын. Айналайын. Негіз баған айттым ма, құмырсқа ұқсап осыларға тасиды негіз. Бірақ тау қопарады құмырсқалар. Ой, айналайын, келе қой, келе қой. Қарақат қызымызға. Кел. Мамасы қайда? Қарақаттың. Келген жоқ па? Келе алмай қалды ма? Ажар. Сәлем айтып бар үйіңе. Молодец. Тоқсанбай Дарина. Қана, ай бәрекелді ана келе жатыр әні. Шаршамаған ғымыра қыз әлі. Тағы бір қамазын жинайын деп жүрген. Тоқсанбай Дарина қызымызға қой қой. Мәне. Молодец. Ана мороженое алып жесің. Ой-бай, ана. Құтты болсын, құтты болсын. Дүйсебаев Нұржан. Бар ма? Дүйсебаев Нұржан. Бар ма? Дүйсебаев Нұржан бар ма? Кім бар? Кім бар? Орнына кім бар? Танисың ба? Жоқ, танитар кім бар? Танисың ба? Ha? Papam ba? Әкем ба? Айтшы бұны алып тұр ғой, алсайын. 1000 теңге берген ғой. Осында кезде туш ойнап тұрса, музыка, Шөлеке? Ана жерде адам бар ма? Мынадай марапат беріп атқанда музыка бар ғой? Әкеңізге аманатты жеткізіңіз. Әкең не жақсы көреді? Кітап жақсы көре ма? Или доп жақсы көре ма? Молда ма? Молда болса онда шомылу жақсы көреді әкең. Онда шомылу жақсы көреді мұқты ғой. Ай, бәрекелді. Рахмет. Дүйсебаева Гүлнұр. Қайтартқа. Гүлнұр кім Гүлнұр? Дүйсебаева Гүлнұр. Бар ма? Сіз что-то ана фамилия бірдей емес па? Сіздің фамилия ма? Дүйсенбаева ма? Дүйсбаева, Дүйсбаева екен, Дүйсбаева. Дұрыс, кешіңіз, мене қайттың. Келіңіз, ортаға келіңіз. Тамаққа тойып апсыз қой. Бәрекелді. 1000 теңге сайда. Айт бәрекелді. Ал келесі Нұрислам Бауыржанұлы. Нұрислам қайда? Жаңа өлең оққан ба? Абайдың өлеңін оққан. Еще қараса, мусор жинап жүріп, Абайдың өлеңін жаттырып жүр ғой. Көрдіңіз ба? Бар ма? Нұрислам Бауыржанұлы жоқ па? Ал келесі
Ибрахим Серікұлы ол да жоқ. Әділет бауырымыз қайда? Әділет қайда, Әділет? Міне келе жатыр. Ай жаса. Жүрістасы ауылдың әкім ұқсады. Ай молодец. Бұл шапалақ. Ал енді үшінші орыннан бастайық. Олар қайда? Әкеліңіз. Қызық болсын. Уақыт болып қалды, міне шамалы уақыт бар. Сәл шыдаңыздар. Ауыз ашатын уақыт болып қалды дейді. Үшінші орыннан бастайық, қызық болсын, Қалай, мынау? Үшінші орын ба? Пико. Үшінші орында иемденген Қыраным командасы қайда? Ешкім жоқ па? Қыраным жоқ па не? Бар ма? Кесеңізші. Қыраным командасы. Қошеметтеп қойыңыздар. Қанша адам мына жерде? Бүкіл Қыраным командасының атынан. Мінекей. Қалған нелер қайда? Сиғырметтер қайда? Балалар жинаған. Мынау үйге кіргенде, үйге шыққанда, мынау тамақ ішердің алдында, тамақ ішіп болғаннан кейінгі бір істі бастар кезде әжетханаға, дәретханаға кірерде, шығарда, жалпы күнделікті дұғалар жинаға. Мынау 13 штук. Жаңа бірге қатысқандардың бәрін өзіңіз тарап бересіз. 5 теңге тасып кетсеңіз. Әзіл ғой? Жақсы, рахмет сіздерге. Еңбектеріңізге рахмет. Келесі! Екінші орын қай команда? Асылым командасы! Қайдасыңдар? Келіңдер, бәрін келіңдер. Асылым командасы. Міне 10 кітап әз пайғамбарымыздың өмір баяны жайында. Міне 10 кітап, 10 алғыс хат. Алла разы болсын. Дұғал шапалақ! Елдің жанашырларына. Ал, бірінші орын ба? Бірінші орын! Шырайлы Шымқаланы айтқан жоқ ма? Что-то бірдеңе беріп қоңыздар ме? Оразада ұялсаңдар ше, Құдайдан қорқысыңыз. Бүгін ерекше қаламыздың тазалығына еңбегі сіңіп, ерекше көзге түсіп, шын ықыласымен басқа командалардан бір қадам алда жүріп, бір қадам дедім. Қадам дейіп атырмын, адам емес. Бірінші орынды иеленген Дарашым командасы! Келіңіздер сахнаға, шөлеке кезеңші. Ай, жарайсыздар. Ай, бәрген, қарасаңдар ше, өмірі. Бір қатаға тұңдар бәрін. Бір қатаға тұңдар. Қыздар алға шығыңдар, қыздар. Қыздар алға шығыңдар. Қыздар алға шығып тұрсын. Кел, ал. Дәй, маған қарайсыз, арға жүрсіз. Міне, мен бұл команданы бағана біліп қойдым. Қатты жұмыс істегенін, мына тізерлеп жүріп жұмыс істеген көрдің ба? Тізесі өліп кеткенше жүре берген ғой. Ана астындағы қиын жерлерге тізесімен барып тарналап, сөйтіп алған ғой, көрдің ба? Шалбарын жыртылғанына қарамаған ғой. Айналайын. Міне, ертең ба? Күні ертең бәріңізге Сарыағашқа рухани саяхат. Тегін барып келесіздер. Мешітке ауыз ашар тегін, қайыққа міну тегін. Келген екен мамаларға папаларға айтты, жемамынан салып жіберсін. Әзіл. Міне, рухани саясат, ертең саяхат, саясат деді ме? Рухани саяхат. Ана шөлеген ғой адамдың миын қатырған. Сосын? 35 қап жинаған, 3 сұраққа жауап берген үшін 38 болып жазылған. Бұл бірінші ұтқандар. 27 жинаған.
Асылым 27 жинаған. 2 сұраққа жауап беріп 29 балл алған. Одан кейін, үшінші. Қыраным 20 жинаған. Ешқандай сұраққа жауап бермеген. Өздерінде жоқ. Ал, Данашым 10 адам бөліп алды. Жетпесе екеу ора біреу. Жыртып алыңдар. Ал, құттықтап қойыңдар жеңімпаздарыңызды. Ал, ауыз ашатын уақыт болды ма? Ауыз ашатын уақыт болып қалды ма? Жоқ әлі. 13 минут бар екен. 13 минут уақыт берген, ау. Бірінші, екінші, үшінші орынға анау колесо обозрениеге айналастыр тегін. Бірінші, екінші, үшінші орынға. Осы грамоталарымен барасыңдар, айтпаса кіргізбейді. Ал енді қазір ауыз ашып болғаннан кейін видеоролигіміз бар. Видеоролик тамашалайсыздар. Ары қарай мерекеміз жалғасады. Рахмет баршаңызға.